Сәлем достар, бүгін біз мастер-киттің 4-ші сабағына тоқталамыз, яғни сенімдерді анықтау. Сенімдерді анықтау өте қызықты тәжірибеге алып келеді. Мастер-кит тренажері әр қадам бойынша сіздің бойыңыздағы сенімдерді анықтап береді. Бірақ құр теория тәжірибесіз жүзеге аспайтын болғандықтан тәжірибе жасау міндетті болып табылады. Бірінші шынықтырушы сенімді анықтап ауыстыру үшін алдымен өзімізге ішкі дауысты тыңдап үйрену маңызды болып табылатынын білуіміз қажет. Яғни дұрыс сұрақты қойған кезде ойымызға тез келетін жауаптарды еске сақтап қалуымыз керек. Бұл жауаптарды саралаудың еш қажеті жоқ, дұрыс бұрыс деп тек қана қабылдай білу керек. Яғни өз мақсатыңызға жетуге апаратын жол деп түсінуіміз керек. Мысалы, ақша саласын алатын болсақ, осы бағытта қазіргі тауып жүргеніңізден 3 есе жоғары көрсеткішті қойдыңыз делік. Қазіргі сәтте осы ақша көлемі сізде болса, бойыңызда қандай сезімдер билең алады? Қандай күйді кешесіз? Осы күйіңізде сізді не мазасыздандырады? Сондықтан достар, мақсатқа жету сәтіңді елестету арқылы бойымыздағы мазасыздану сезімін анықтаймыз. Жағымсыз эмоция пайда болуы керек. Кеудеңді бір нәрсе тырнап тұрғандай болуы қажет. Сонымен бірінші тапсырма көзімізді жұмып, мақсатқа жеткен сәтте мені не мазасыздандырады? Менің мақсатым іске асу үшін не дұрыс болмай тұр? Төмендегі сөздерді қайталау арқылы көз алдыңызға келетін бейнелерді елестетеміз. Бойыңыздағы өзіңізді кінәлайтын, мазасыздандыратын күйді анықтаймыз. Сонымен мына сөздерді қайталаймыз. Менде айына 500 мың рубль, мүмкін доллар, біреуінікі теңге қажет болмауы мүмкін еді. Бірақ қазір қандайда бір себептермен маған керек болды. Мен оны осы уақытқа дейін қаламадым. Менде бұған себеп болды. Яғни мен айына 500 мың рубль алғым келмейтін себеп болды. Дәл қазір менде 500 мың рубль бар. Осы сөздерді қайталау арқылы көз алдыңызға қандай бейнелер келді? Сіз не көрдіңіз? Суретті талдамаймыз, тек қана сипатын жазамыз. Ондағы жағымсыз эмоцияларды жазып шығамыз. Менің жауабым, менде 500 мың рубль болса, ысырапшылдық таратуға сондайға жол береді екен. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.